2015-жылдары кәсіпті жүйелеу бойынша проблемалар болған екен. Ол жылдары енді ешкім таппағаннан кейін ол Google-ға ұшып кеткен ғой, Силиконовый долинаға. Google-ның офисіне кірсе үлкен open space жаңағыдай. Ол жақта принцип прозрачности дейді, бәрін ашық ұйымдастырады. Пуфиктар, қызметкерлердің бүкіл жағдайы жасалған. Брифинг өтіп жатыр, мына жақта пуфикта жұмыс істеп жатыр. Енді еркіндік дейді толықтай. Мен сол Google-дағы бір топ менеджер содан сұрап алдым дейді. Қалай басқарады, кіммен отырады, қанша бөлім бар, қанша бөлімше бар. Сөйтіп ойлаған ғой енді. Көшіргеннен кейін сонда үлкен компаниядан көшіру керек деп. Сөйтеді жаңағыдай ашық осындай кеңсе алады, ішіне алашын сөздерін жапсырады, командасын бәріне мына жерге компаниясының логотипін жапсырып киіндіреді. Сөйтіп бүгіннен бастап біз бір отбасымыз, бүгіннен бастап бәріміз проблемамызды ортақ бірге шешеміз, бірге тамақ ішеді, бірге ойындар ойнайды. Енді бәрі деген жұмысына асығып, бір отбасы сияқты бір сезілді дейді. Бір сонымен бір 2 айдан кейін дейді жұмыс істеп отырсам дейді бір грузчик келіп жаймен қолтығымнан ұстап, "Әбеке, что-то күреспедік па?" деп айтады дейді. Сол жерде жаңағы крышам кетті дейді. Мен не істеп қойдым? Неге ол грузчик маған келіп, өзінің басшы ретінде көріп тұрған жоқ? Тең көріп тұрды. Американың халқының деңгейі мүлде басқа деңгейде. Біздің Қазақстанның мәдениеті басқа деңгейде. Біз сол нәрсеге баға беруіміз керек. Кез келген құралды көшірген кезде, кез келген білімді алған кезде біз мәдениеттің деңгейін шатастырмауымыз керек. Яғни біздің халық әлі СССР-дің идеологиясының жемісін әлі көріп жатыр. Және де біздің халыққа ондай еркіндікті әрі беруге болмайды. Әсте бізде Американың жүйесі прямой жұмыс жасамайды. Өйткені ол жақтың мәдениеті басқа, біздің мәдениет басқа. Біздің мәдениет жаман деп жатқан жоқ. Біздің менталитетке олардың әрекеттері әзірге келмейді. Дәл қазір бізде өзіміздің менталитетке сай құралдарды өзімізше енгізуіміз өте маңызды.